Деревня морских цыган дейді. Тек қана мұсылмандар тұратын аралға барамыз бұйыртса жақындап қалдық. Үйлер қалай салынған қараңыздар. Судың үстінде. Снарядик келіп түстік. Футбольный поле судың үстінде. Судың үстіндегі медресе. Жердің тапшылығынан нәжеге жерлейді адамдарды. Бірінің үстіне бірін жерлейді. Мешіттің екінші этажы. Адам жерлейтін жердің бары осы қара жердің бары. Бір үйдің есігі ашық тұр. Осындай жағдайда тұрады. Судың үстінде футболды айырып отыр. Кім допты ұшырады, сол алып келеді үшін. Біздегі бақалшақтар бар ғой. Соның браттары. Спортзалға дейін бар ғой. Судың тайский темекшек парайнар. Ал бұйыртса мынандай портқа келдік. Біздің жаңағы фотоға түскен жеріміз ана жерде. Жоғарда. Ана тұстарда. Біздер қазір енді деревня морских цыган дейді. Тек қана мұсылмандар тұратын аралға барамыз бұйыртса. Қазір 1000 батқа қайық жалдап отырмын. Негізі 3000 бат. Сындырып келісіп 1000 батқа келістім. Сол бұйыртса қазір мынандай қайыққа отырып сол жаққа барамыз. Бісміллә деп жолға шықтық. Біздің капитан. Бір қайықта тек қана екеуміз. Балықшылардың жататын жері походу. Рак өсіріп жатыр мына жерде, рак. Рак өсіріп жатқандар. Біз бара жатқан аралда 300-дің үстінде мұсылман өмір сүріп жатыр. Егер Таиландқа келіп жатырсаңыздар, осы аралға қалай барам дейтін сұрақ болатын болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Бәріне жауап берем. Қалай бару керек екенін түсіндіріп берем. Таиландқа саяхатындағы видеолар енді салынып отырады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар және лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Жақсы контенттер болады алда. Бұйыртса жақындап қалдық. Осы деревня морских цыган деп атайды. Мешіттері бар өздерінің. Үйлер қалай салынған қараңыздар. Судың үстінде. Адам мұқтаж болса кез келген жерде тұрады дейді осы ғой. Кез келген нәрсеге үйренеді дейді. Мынаның барлығы рак екен өсіріп жатқан. Мына кішкентайлар тұрған. Кәсіптері. Міне мешіттері. Бұл мешітті осы халықтың жиналған ақшасынан салынған. Снарядик келіп түстік. Хоттан ресторанға келіп түсіреді екен. Футбольный поле судың үстінде. Әне. Қазір отлив болып тұр, су кетіп қалған. Поле кішкентай. Мынау рак өсіретіндері. Судың үстіндегі медресе. Суббота жауып тұру дейм. Бәрін нержавейкілен кәмін. Әпәдем. Жердің тапшылығынан нәжеге жерлейді адамдарды. Нәжеге жерлейді. Адамдар сосын бірінің үстіне бірін жерлейді. Басқа жер жоқ жерлейтін. Мешіттің екінші этажы. Все полный кафель. Бұл жақта енді қыс болмайды ғой. Постоянно 30 градус, 28 градус ысы болып тұрады. Сондықтан ешқандай кілемнің қажет жоқ. Мешіттің екінші этажының балконы. Жаңағы адам жерлейтін жерлері.
Адам жерлейтін жердің бары осы, қара жердің бары. Қайсының сүйегі қалады шіріп, соның үстіне өшім екінші адам жерлей береді. Бірінші этажына түсейік. Бірінші этажы мынандай. Ана занавесканың ар жағында әйелдердікі. В общем, осындай. Мына бір үйдің есігі ашық тұр. Көршісінен рұқсат сұрадық. Обычный үйлер, я. Киімнің бәрін іліп қояды. Кухня, холодильник, туалет. Көп әріге кірмей қойық, еттор. В общем, осындай жағдайда тұрады. Ал, пожалуйста, судың үстінде футболды айырып отыр. Кім допты ұшырады, сол алып келеді үшін. Қазір су отлив болғасын, су кетіп қалған. Апта сайын өзгеріп тұра ма бірдеңе? Бұлаң үстінде де сауда жасап отыр. Бірақ туристер көп келеді мына жаққа. Алейкум ассалам. Туристер көп келеді, сондықтан кто чем может, в общем. Бірдеңе жасап сатып отыр әйтеуір. Жаңа футбольный поле жағы. Су сататын жерлері. Кеш үй алдық. Немен бұрышпен араластырып қойған. И ащы, и тәтті өш. Көшелер, көшелердің бәрі бетон. Апалып жатыр. Ағаш. Біздегі бақалшақтар бар ғой. Соның браттары. Елки-палки, үлкендігі бар. Бұның бәрі теңіздің астынан шыққан нәрселер. Беттің астынан. Сатып салған. Кокос. Атыс жасап қойған. Бұл жақта енді жемчуг натуральный. Спортзалға дейін бар ғой судың үстінде. Аралап болдық. Бұйыртса мынаның үстіне отырып тамақ ішіп алып қазір. Қайтамыз. Қайғымыз күтіп тұр. Мына жерде де футбольный поле. Тайский темек шегіп барайын деп. Ready? Thank you. Қалай жеткенімізді бір көрсетіп кетейін. Мынау Найтон Бури дейтін біздің қонақ үй. Мынау Хин Ром Пьер дейтін ненің аты, порттың аты, қайық жүретін. Біздер осы портқа дейін жаяу келдік. Мынау біздің қонақ үй, Найтон Бури. Өте жақсы, таза. Мына территорияның барлығы сол қонақ үйдікі. Осы жерден байк алып алдық та. Мына жерде көпір бар. Мына аэропорт. Мына жерде көпір бар. Мына көпірден өткенде уже материкке шығып кетесің. Мына аралдан, Пхукет аралынан бөлек. Осымен барып, біздер мына жерге жеттік. Мына порт жаңағы. Осы жерде тұрып бастап түсірдім видеоны. Осы порттан қайық алдық та. Аралдың өзі. Мына мұсылмандардың аралы мына жерде орналасқан.
Копанье деп, өздері вьетнамдардың өздері панье деп айтады, копанье. Осы арал судың үстінде тұрған. Егер өздеріңіз баратын болсаңыздар, ақпарат осындай. Жаңағы футбольный полялары. Біз мына рестораннан түскен мезгілде ең бірінші көрсеткен поле осы.